Мен Шугурова Күнсұлу Оңғалиевна. Баршаңызды бүгінгі 5 класстың қашықтықтан оқыту сабағына шақырамын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі қазақ тіл сабағындағы өтетін бөліміміз саяхат және демалыс деп аталады. 10-шы бөлім. Сабақтың тақырыбы туризм. Осыған орай сабақтың оқу мақсаты мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату, әртүрлі жанрда мәтін құрастыру. Өткен сабақтың жалғасы ретінде туризм сөзіне тағы да бір түсінік беріп, толықтырып өтейік. Туризм француз сөзі серуендеу, жол жүру деген ұғымды білдіреді екен. Адамның бос уақытында, негізінен айтқанда, жұмыстық не мәлім міндеттік мәжбүрлеумен емес, туысшылаумен емес, өз еркінше көңіл көтеру мен демалу үшін, тәуекел жасау үшін, көріп қызықтау үшін, яғни субъективті рухани қажеттілік бойынша басқа бір жерге ерікті саяхаттап, серуендеп баруы. Жақын жердегі қысқа мезетте орындалатыны серуен делінсе, алыс жерге аттанған ұзақ мерзімдісі саяхат делінеді. Кез келген белгілі бір ұғымның маңызы болатындығы белгілі. Олай болатын болса, балалар, туризмнің маңызы. Біріншіден, ол мол кіріс кіргізеді. Қазіргі кезде пайдалы қазбалар қоры жоқ көптеген мемлекеттер туризмді дамыту арқылы үлкен пайдаға кенеліп отыр. Екіншіден, ол рухани мәдени дамуға, өнер мен ғылымға, техникаға серпін береді. Үшіншіден, адамаралық қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтереді. Төртіншіден, сол жер, сол халық, сол елді өзге ел мен халыққа танытып, шынайы жарнама жасайды. Бесіншіден, халықтың рекреациялық қажеттілігін, яғни денсаулығын жақсарту, күш-қуатын қалпына келтіру, шығармашылығына қайта шабыт беру, түсіңкі көңілін көтеріп, өмірге құштарлығын арттыру үшін істелген іс және тағы басқалар қанағаттандырады екен. Енді қымбатты оқушылар, өткен сабақты, бүгінгі сабақты естеріңізге түсіре отырып, алған білімдеріңізді пайдаланып, мына тапсырмаларды орындап қараңыздар. 5-ші тапсырма 170-ші бетте. Әдеттегідей шартын оқулықтан оқисыздар. Дескриптор мәтінді мұқият оқиды, тақырып қояды мәтінге, жоспар құрады, жанрлық ерекшелігін анықтайды. Жанрлық ерекшелігін анықтағанда, бұрынғы істеп жүрген жұмыстың ізімен жалғастыра бересіздер жұмыстарыңызды. Жалпы мәтіндер ауызша мәтін, жазбаша мәтін стильге байланысты беріледі. Соның ішінде де мысалы хат түрінде, нұсқаулық түрінде, хабарландыру, тағысын тағы көптеген дүние жұмыстар жасалып жатыр. Осыған дейін мінекей соны негізге ала отырып орындайсыздар. Ал жақсы, келесі тапсырма 11-ші тапсырма 173-ші бетте. Дескриптор оқу мақсатына сай беріліп отыр. Хаттың кіріспе бөлімінде досымен амандық саулық сұрасады. Яғни өзіңе ұнаған, барған өлкеңдегі көрікті жерлер туралы досыңмен бөлісіп хат жазсын. Негізгі бөлімде демалыс күніндегі оқиғаны әңгімелейді. Қорытынды бөлімінде демалыс күнін босқа өткізбеуге кеңес береді және қоштасады. Хат соңында есімін және мерзімін көрсетуді ұмытпау керекпіз. Сөз саны 100-120 сөз. Ал қымбатты оқушылар, сонымен біздер туризм тақырыбын аяқтадық.
Осыған орай Қазақстанда да келешекте туризмді дамытуға болады деген ой түйген шығарсыздар деп есептеймін. Біздің қазақ даласы қандай кең болатын болса, осындай келген туристерді де қызықтыратын жерлеріміз, өлкелеріміз көп. Сондай дүниенің бірі Ақтөбе облысындағы, яғни өзіміздің туған жеріміздегі Қобда ауданындағы Қобланды Батыр кесенесі көптеген туристерді қызықтыратын мекен екен. Келесі Алакөл, Алматы, Шығыс Қазақстан облысында ем-дом ретінде бұл жерде көбінде тері ауруларымен емделуге баратын адамдар көп саяхаттайды. Сонымен қатар табиғатының сұлулығы, әдемілігі келген туристерді өте тәнті етеді. Келесі мекен Киелі Маңғыстау облысындағы Шерғала деген жер. 362 әулиелі мекен деп айтады. Каспий теңізімен танымал. Сонымен қатар шоқтығы биік Көкшетау қатпары, Бурабай. Қайсыбіреулеріңіз Бурабайға мысалы демалысқа ата-аналарыңызбен барып жүрсіздер, немесе лагерге барып көріп жүрсіздер Балдауренге. Мінекей Қазақстанда осындай әдемі жерлер бар екен. Тек қана осы ғана 4 облыста, 4 мекендегі дүние емес, Қазақстанның қай түкпірінде де киелі мекендер, ауыз толтырып айта алатын, туристерді қызықтыратын жерлер, орындар көп. Енді біздер көбінде шетелдіктерге, шет елдерге баруға ұмтылып жатамыз, ал шын мәнісінде өзіміздің туған жерімізде, елімізде де туристерді қызықтыратын, әсіресе шетелдіктердің қызыға қарайтын мекендері көп. Сондықтан да келешекте Қазақстанда да туризм дұрыс жолға қойылады деген сенімдемін. Сонымен балалар, бүгін біздер туризм тақырыбын аяқтадық. Осыған орай сабақтың қорытындысы ретінде бекіту сұрақтарына жауап беріп қараңыздар. Туризм сөзі қандай ұғымды білдіреді? Саяхат ережесі дегеніміз не? Оны сақтау не үшін керек? Саяхат ережесін біз өткен сабақтарда бір сөз етіп өттік. Үшінші, неліктен туризм әлемдік экономикада басты рөл атқаратын саланың бірі болып есептеледі? Туризмнің маңызы қандай? Сонымен балалар, бүгінгі сабақта сіздер тағы да жаңаша ақпарат алдыңыздар деген, жаңа білім алдыңыздар деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.